Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Біз осылай бала-шағамен кетіп жатырмыз. Доктора кетіп жатырмыз. Докторға кетіп жатырмыз. Бізде қайдайсың? Бізде Бағжанменен баласының тісі деген ауырып, немене. Сөйтіп осылай кетіп жатырмыз. Міне Ханшайым, Арнұр. Негіз бұл екеуін жай алып кетіп жатырмыз. Үйде ешкім үлкен адам болмаған соң. Енді докторға барамыз. Қоқат алайын ғой. Сен әдемі ғой. Қайсам, папа. Сен жойдың ба сен? Аппақ болып тұр ғой. Ханшайымның тісі шірімеген ше. Арнұрдікі бәрі шіріп кеткен. Ал Ханшайымдікі әдемі. Алмайды ғой. Кәмпит жесең тісің ауырады, я? Иә, кәмпит жемесем тісім ауырмайды ғой. Кәмпит жемеген соң Ханшайымның тісі күшті, әдем, ауырмайды. Ал Арнұр кішкентай кезінде көп кәмпит жеген, я? Сосын тісін бәрі шіріп кеткен. Біз келдік. Қазір ішке кіреміз енді. Сөйтіп Бағжанмен баласының тісін емдеп шығамыз. Осылай чек алдық екеуінен. 722-21. Очередте тұрмыз енді. Адам деген көп. Страшный адам деген. Енді очередіміз келген кезде кіретін боламыз. Бізде екінші этажда отырмыз, очеред күтіп. Айнадан тәске қарап, машиналарды. Біздің машина ана бір осы қатарда тұрған болу керек. Ханшайым звондаға тұрған. Не болып кетті, жоқ болып кеттіңіздер ғой деп. Біз кіргенімізге жарты сағаттан асып қалды. Әлі очеред күтіп тұрмыз. Тәс осылай. Баласы мен Бағжан осылай қарап отыр. Ана жақта бар ма? Осы қатарлардың біреуінде тұрған болып өтмесіміз. Ал Бағжан сөйлеп кеттім дейді, мына жерде су бар екен. Бірақ ішкісі келмейді, мына жерде су бар. Біз қайтып кетіп жатырмыз енді. 2-де көреміз дейді. Құрбысқа 1 сағат очеred күтіп тұрдық. 1 сағаттан соң кетіп жатырмыз. Әбетке шығамыз дейді. Біздің алдымызда әлі 7 адам бар, 5-6 адам бар. 7 ма, 10 адам бар. Оларды да қайтарып жатыр. 2-де келіңіздер деп. Сонымен үйге қайтып жатырмыз. 2-де келеміз енді Құдай қаласа. Мыналар енді үйге қайтамыз. Үйге бар. Шай тамағымыз ішіп келеміз енді. Үйге қайтпақ қой. Не істейміз үйге қайтпағанда? Әкеңді машинаны іздеші. Машина қайықта? Алар үйге қайтпайық дейді, базарға барайық дейді. Оған қайда Ханшайым мен Арнұр қанымыз ашты деп отыр. Үйге қайтымыз керек. Арнұр сабаққа бару керек. Ханшайым, приветке. Жаным. Біз үйге келіп, шай тамағымыз ішіп, қайтып кетіп жатырмыз. Ал біз және кеп қалдық Вайнсаға. Жолдан Арнұрды сабағын апарып тастадық. Мына гүлдер әдемі болып тұр екен ғой. Мына гүлді қарашы, біз неде бар осындай гүл. Әдемі болып тұр екен. Арнұрды жолдан сабаққа тастап кеттік. Енді қайта келдік. Қазір көреміз қанша очеred күтетінімізді. Біз осындай торт сататын жерге келдік. Бүгін атамыздың туған күні. Қазір бір торт алып қайтамыз үйге. Алған соң сіздермен көрсетеміз. Қандай торт алғанымызды. Пока әлі таңдамадық. Мына жерде өте көп екен торттар. Таңдай алмай тұрмыз. Осындай торт алып
Қайтып жатырмыз. Естіп бол. Ал достар, мен үйге келіп осылай ет астым. Бүгін айтып өткендей атамыздың туылған күні. Соған қонақ күтемін бүгін. Келе салып өз кеш келдік. Тіске бардық. Одан ары қарап базарға бардық. Жетіп кеш келдім. Келе салып етімді асып жатырмын. Сіздерге бүгінгі біздің блогымыз ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Біз келесіде бұдан да жақсы блогтар түсіруге әрекет жасаймыз. Ал мына жақты жинастырып стол жайын десем, мына қыз отыр, бет аузын қараңыздар, шоколад. Жаңа торт алған кезде кішкене шарик шоколадтарына, сондай әйтеуір ішінде бір нәрсесі бар. Соларды подаркіге берді да бізге. Сөйтсек нағыз соны келе салып жеген ғой, бетін қараңыздар, шоколад. Енді біз залды жинап қазір уборка қылып стол жаямыз. Ал достар, бүгінгі біздің блогымыз осыменен аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Соны жинаймыз, я? Ағасы келді, яқтан магазиннен анау алып. Ал достар, біздің бүгінгі блогымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Пока де.